Құрметті оқушылар, математика сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы геометриялық фигуралардың жазбалары. 161-ші сабақ. Бүгінгі сабақта кеңістік геометриялық фигуралардың пирамида, цилиндр, конус жазбасын тануды, фигураларды олардың жазбасымен сәйкестендіруді үйренесің. Бірінші мысалға назар аударайық. Мына ғимараттар есіне қандай геометриялық фигураларды салады? Болашақтың қаласында үйлердің пішіні әртүрлі болады. Мына бірінші қызыл көйлек киіп алған қыздың артындағы қарасақ, бұл әрине пирамида екен. Ал жандағы дөңгелек. Ал мына жақтағы конус. Жақсы балалар. Екінші мысал. Жазбаларды қара. Олардың қандай фигураларды жасапға болатынын анықтап көр. Мына жерде шашы мына фиолетовый күлгін түске жасалынуға болады. Ал мына жасыл әрине ал мына жақта көк бөмбек біздің тіктөртбұрышымыз әрине конус жасауға болады. Ал қалғандары өзім істеп қойдым. Енді есте сақта. Пирамиданың табанынан тікті көк бұрыш құрайды. Ал бүйір жақтары ортақ төбесі бар үшбұрыштар. Пирамиданың жазбасын табаны болып саналады. Көп бұрыш пен үшбұрыш пішінді бүйір жақтарынан тұратын жазық фигура. Үшінші мысал. Табаны шаршы болатын пирамиданың жазбасын әзірле. Бірінші, қабырғалардың ұзындығы 7 см болатын шаршысыз. Екінші, әр қабырғаның дәл ортасын тап. Үшінші, әр қабырғаның ортасының ұзындығы 6 см перпендикуляр кесінді сыз. Суретте көрсетілгенде үшбұрыштар сал. Бесінші, бір-біріңе жеңдеу үшін артық орындарды қай жерінен қалдыру керек екенін ойлан. Алтыншы, сызық бойымен бүктеп дайындаманы қиып ал. Жетінші, пирамиданы ұқыптап желімде. Төртінші мысал. Теңдеулерді шеш. 60-та 34% қосылған, 60-та 8% қосылған. У, Y тең болады 60-та 41%-ға бөлшекке қосамыз 60-та 16 бөлшек. Енді 60-та 34 бөлшегі мен 60-та 8 бөлшегінің қосындысы 60-та 42 бөлшек болды. 60-та 42 бөлшекке қосамыз Y-ті тең болады 60-та 57. Y-тен 60-та 57 бөлшекті азайтамыз 60-та 42 бөлшекті. Y-тен 60-та 15 бөлшек. Екінші теңдеуге назар аударайық. 30-да 18 бөлшектен азайтамыз. X-ті тең болады 30-да 4 және 30-да 6 бөлшектің қосындысына. 30-да 18 бөлшектен азайтамыз. X-ті тең болады 30-да 4 пен 36 бөлшектің қосындысы 10, 30-да 10 бөлшек болды. X-тен 30-да 18 бөлшектен азайтамыз. 30-да 10 бөлшекті. X-тен 8-де 30-да 8 бөлшек. Бесінші мысал. Есептерді шығар. Интернет дүкенде 3000 ғана ғылыми фантастикалық. Дүйсенбі күні 530 кітап, сейсенбіде 120 кітап сатылды.
Сәрсенбіде сейсенбіге қарағанда 2 есе артық сатылды. Бейсенбі күні дүйсенбіге қарағанда 100 кітап кем сатылды. Жұма күні дүйсенбіден бейсенбіде дейін сатылған кітап қанша болса сонша да сатылды. Ал жексенбіде тағы 100 кітап сатылды. Интернет дүкенде ғылыми фантастикалық кітап қалды ма? Неше кітап қалды? Шешуі 30 мың. Бұл әрине ғылыми фантастикалық кітаптың саны болды. Одан азайтамыз 530. Дүйсенбі күнгі кітап. Ал одан азайтамыз 120. Бұл сейсенбі күнгі кітап. Келесі. Енді жақшан ішінде 120-ны көбейтеміз 2-ге. 120 бұл әрине сейсенбіде сатылған кітап. Ал 2-нің көбейтіндісі бұл сәрсенбіде сейсенбіге қарағанда 2 есе артық деліп тұр. Сондықтан біз сәрсенбі күндегі 120 кітапты көбейтеміз 2-ге. Тен азайтамыз енді 530-дан азайтамыз 100-ді. Енді қараңыздар, бейсенбі күні дүйсенбіге қарағанда 100 кітап кем сатылды. 530-дан 100-ді азайтамыз. Тең болады. Енді бұның бәрін істеп шығамыз. 1680 болады теңі. Енді 530 дүйсенбі күнге. Енді оған қосамыз. 120 сейсенбі күннің сатылған кітабына. 240 сәрсенбі күнге сатылған кітапқа. Бейсенбі күні сатылған кітап бұл 430 екен. Тең болады 1320. Енді оның қалған кітап интернет дүкенде ғылыми фантастикалық кітап қалды ма дейді. Бұл жерде енді неше кітап қалғанын анықтаймыз. Енді 1680-ні азайтамыз 1320-ны. Одан азайтамыз 100-ді. Тең болады 260. Жауапқа 260 кітап қалыпты. 6-шы мысал. Тура теңдік шығу үшін қандай сан қою керек? Енді 4290-3-не қосамыз 2800-ді, жақсан сыртында бөлеміз 7-ге тең болады. 600-ге қосамыз қаншаны? 400-ді. Ал енді астындағысына қараймыз екіншісіне. 20 мыңға қосамыз жақшаның ішіне 12 мыңды, бөлеміз жақшаның сыртында белгісіз санға тең болады. 2 мыңды көбейтеміз 4-ге. Белгісіз санымыз 4. 7-ші мысал. Арман, Болат, Санжар және Айбатыр достар. Олардың біреуі дәрігер, екіншісі журналист, үшіншісі жаттықтырушы және төртінші құрылысшы. Журналист Арман. Мен Айбатыр туралы мақала жазды. Жаттықтырушы мен журналист Болатпен бірге туристік саяхатқа барды. Арман мен Болат дәрігердің қабылдауында болды. Олардың мамандықтарын анықта. Арман бұл жерде дәрігер болуы мүмкін емес, журналист та болуы мүмкін емес, құрылысшы да болуы мүмкін емес. Сонда Арман бізде жаттықтырушы. Болат біздің екінші досымыз. Бұл дәрігер болуы мүмкін емес, журналист та болуы мүмкін емес, жаттықтырушы да болуы мүмкін емес. Себебі жаттықтырушы бізде Арман болып кетті. Енді құрылысшы болуы мүмкін. Ал енді құрылысшы. Оның мамандығы құрылысшы. Болаттың мамандығы құрылысшы. Санжар. Санжар дәрігер болуы мүмкін емес, дәрігер болуы мүмкін емес. Біздің жаттықтырушымыз Арман болды. Құрылысшымыз бізде Болат болды. Енді Санжар дәрігер немесе журналист болуы мүмкін. Әрине Санжар журналист. Ал Айбатыр дәрігер, себебі журналист. Бізде Санжар, ал жаттықтырушы бізде Арман, ал құрылысшы бізде Болат екен. Жарайсыздар. 8-ші мысалға назар аударайық. Слендер пішінді қалпақ жасап көр. Тиісті өлшеулерді орындап қалпақты жаса. Бастың өлшемі 2 сантиметр. Балалар, осыны өздеріңіз қиып, қайшымен желіндеп өздеріңіз істеңіздер. Үй жұмысы 9-ші мысал. Берілген фигуралардың қайсысы пирамиданың жазбасы болуы мүмкін?
Әрине бұл жерде асы болуы мүмкін емес, себебі бір жағы бұның ұзын болып кеткен, ал әсі болуы әбден мүмкін, ал бысы болуы мүмкін емес. Высы да болуы мүмкін емес, себебі бұның бір жағы жоқ. Бұл жерде дысы болуы мүмкін, және де гысы болуы мүмкін екен. Жарайсыздар балалар, бүгінгі керемет сабаққа белсене қатыстыңыздар. Осымен біздің сабағымыз тәмам. Сау болыңыздар.